Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді болып шығатын күлше нан, яғни тандыр нан жасайтын боламыз. Ол өте жұмсақ әрі тойымды болып шығады. Ең алдымен жылы судың үстіне 2 ас қасық қантты салатын боламыз. Содан кейін 1 ас қасық тұз, дрож салып барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін оның бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10-15 минуттан кейін сары май қосып, оның үстінен араластырып, оның үстінен ұн қосып, қамыр илеп аламыз. Қамыр өзіне керегінше алады. Ол 500 немесе 600 грамм болуы мүмкін. Кейін ол қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Ол 2 есе болып көтерілуі керек. Кейін оны қайырып 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті өз қалыптарына салып, оларды жаятын боламыз. Яғни күлше нанның формасына келтіреміз. Күлше нанның формасына келтіргеннен кейін оның үстіне жұмыртқаны шайқап жағамыз. Және де өз қалағандарыңызша кунжут себулеріңізге болады. Кейін 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Кейіннен осындай өте дәмді күлше нан шығатын болады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.